Сәлем достар, ең алдымен каналға жазылып лайк басып, колокольчикті басып кетулеріңізді сұраймын. Луиза Хей, 21 күнде бақытты болудың құпиясы. 5-ші күн. Өзіңді бағалап үйрену. Бүгін өзіңізге құрметпен қарап, жақсы көру жөнінде көбірек мәлімет алып, ақыл, ой, жан мен тән әрдайым жоғары бағалануы тиіс ғажайып сый екенін түсінесіз. Бүгін таңертең оянғанда қандай сезімде болдыңыз? Айнаға қарап, мен сені жақсы көрем жаным, мен сені шын жақсы көрем деп айтқанда күлімсіредіңіз бе? Өз сөзіңізге сене бастадыңыз ба? Бірнеше күн үзбей айнамен жұмыс істегеннен кейін өміріңізде өзгеріс еніп жатқанын байқайсыз. Мүмкін сіз көбірек жымия бастаған шығарсыз. Айнаға қарап әдемі жүзіңізді көргенде өзіңізді әлдеқайда жақсырақ сезінетін боласыз. Өзіңіз жайлы ойлағанда жайма шуақ күйге бөленсеңіз де таңғалмаймын. Сіз айнаның арғы жағындағы адамды жақсы көріп, қолдап қоштай бастадыңыз ба? Махаббат кез келген дерттің дауасы. Өзімізді жақсы көру өмірімізге неше түрлі таңғажайып әкеледі. Өз басым қандай мәселе болса да, оны шешудің ең дұрыс жолы өзіңді жақсы көру екенін түсіндім. Өзіңді сүю дегеніміз ішкі күйіңді де, сыртқы күйіңізге де үлкен құрметпен қарау. Бұл сіздің ақыл ойыңыз, тәніңіз бен жаныңыздың кереметіне деген шексіз ризашылық. Өзіңді сүю бұл сен болу қуанышы, жүрегіңді барынша толтырып, жарып шыққанша шаттанып, өзіңді соншалықты сыйлау. Өзіңді өзіңе танытып, болмысыңды осы күйінде қабылдамайынша, өзіңді шын жақсы көру мүмкін емес. Өзіңізді әлсін сөгіп, сынап мінемей отырасыз ба? Сізді ешкім жақсы көрмейтініне, сізді сүю мүмкін емес екеніне сенесіз бе? Апыр-топыр бейберекет өмір сүресіз бе? Кездестірген ғашығыңыз әдетте сізді кемсіте ме? Тәніңізді зиянды тамақпен және негативке толы ойлармен қорлайсыз ба? Егер өзіңіздегі бар жақсыны қандай да бір жолмен жоққа шығарсаңыз, бұл өзіңізді жақсы көрмейтініңіздің белгісі. Ол айнамен жұмыс істеп жүріп, бала кезінен келе жатқан ескі қорқынышынан арыла бастады. Бірнеше күннен кейін ол жанаспалы линза мазалап жүрген, тіпті оны тағып шешудің өзі азапқа айналғанын айтып шағымданды. Линзаны көзінен алып жан-жағына қараса, бәрі анық көрініп тұр дейді. Сонда да ол күні бойы жоқ, мен бұған сенбеймін, сене алмаймын деп күбірлеп жүрді. Бұл оның сол күнгі аффирмациясы болды. Келесі күні ол линзасын қайтадан тағып алды. Ол өзінің көру қабілеті аз уақытта жақсарып кететініне сенбеді, яғни сенуге өзіне рұқсат бермеді. Сөйтіп шынымен де көз жанары қайтадан бұрынғы қалпына түсті. Ғалам оған сұрағанын берді. Міне ойларымыздың қаншалықты құдіретті екенін осыдан көруге болады. Кішкентай кезіңізде қаншалықты мінсіз болғаныңызды ойлап көріңізші. Сәбилерге мінсіз болу үшін ештеңе істеудің керегі жоқ. Олар осы тұрған бойы мінсіз және өздері мұны жақсы білетін сияқты. Олар бүкіл әлемнің назары өзінде екеніне сенімді. Сондықтан қалағанын сұраудан қорықпайды. Олар эмоциясын емін-еркін көрсете береді. Сіз нәрестенің ашулы екенін сол заматта білесіз. Шынын айтқанда, сіз ғана емес, оны бүкіл көршілер естиді. Сондай-ақ олардың шаттанғанын да бірден байқайсыз. Баланың күлкісі бөлмені нұрландырып жібереді. Олардың тұла бойы махаббатқа толы. Кішкентай сәбилер сүйіспеншілікке бөленбесе өледі. Біз есейіп жасымыз ұлғайған сайын махаббатсыз өмір сүруге үйренеміз. Ең болмағанда солай істеуге тырысамыз, бірақ балалар бұған шыдамайды. Нәресте денесінің әр бөлігін жақсы көреді. Бір кездері сіз де сондай болдыңыз. Бәріміз сондай едік. Кейін қорқынышқа бой алдырған ертектерді тыңдап өзіміздің ғажап екенімізге жоққа шығара бастадық. Бүгінше бүкіл сын мен жағымсыз сөздерді ысырып қоя тұрыңыз. Көңіліңізді түсіретін және өзгерістерге қарсы тұратын ескі ойлау жүйесін ұмытыңыз. Басқа адамдардың сіз туралы не ойлайтыны сізді тіпті де мазаламасын. Олай болса, мына аффирмацияны айтайық. Менің қолымнан бәрі келеді, мен қабілеттімін. Мен сүюге лайықпын. 5-ші күннің айна жаттығуы. 1-ші айна алдына барыңыз. 2-ші көзіңізге тура қараңыз. 3-ші мына аффирмацияны айтыңыз. Мен өзімді сүйемін және қолдаймын. 5-ші осы аффирмацияны күніне кем дегенде 100 мәрте қайталаңыз. Я қағаз естіген жоқсыз 100 рет. Махаббат пен мақұлдауды өзіңіздің күшіңізге айналдырыңыз. 6-ші айнаның жанынан өткен сайын немесе бір жерде өз бейнеңізді көрген сәтте осы аффирмацияны қайталаңыз. Бұл менің жылдар бойы жүздеген адамға беріп келе жатқан жаттығуым. Оны орындаған адамдар шынында да таңғаларлық нәтижеге қол жеткізді.
Есіңізде болсын, айнамен жұмыс істеуден теориялық пайда жоқ, ол тек іс жүзінде жемісін береді. Сіз оны жасасаңыз, өміріңіз шын мәнінде өзгереді. Осындай семіз бола тұра қай бетіммен өзіме қолдау көрсетем, немесе осындай позитивті ойлай алатыныма сенбеймін. Мен ондай адам емеспін. Сынды жағымсыз ойлар мазаласа оларға қарсы тұрмаңыз, күреспеңіз, қуалап баға бермеңіз. Олар да осында болсын. Өзіңіз шынымен бастан өткергіңіз келетін нәрсеге, атап айтқанда өзіңізді жақсы көруге және қолдап-қолпаштауға назар аударыңыз. Сіз өзіңізді жақсы көріп, құрметтеуге көбірек көңіл бөлу арқылы басы көктеп кіріп көкейде тұрып алатын теріс ойларды ақырын ғана жөніне жібере аласыз. Күнделікті істеп жатқан айнамен жұмысымыздың мәні шын мәнінде кім екенімізді түсінуге тырысып өзегімізге оралу. Біз өзімізді кінәламаған кезде ғана кім екенімізді білгіміз келеді. Ғаламат күш ішіңізде. 5-ші күннің күнделік сұрақтары. 1. Өзіңізді ұнатпайтын немесе дұрыс бағаламайтын кездерде оны қалай көрсетесіз? Мысалы, дене бітіміңізді сынап мінейсіз бе? Өз-өзіңізге ұрысып жер жебіріңізге жетесіз бе? 2. Басқалар сіз туралы қандай жағымсыз нәрсе ойлауы мүмкін, соларды жазыңыз. Оның әрқайсысын оң пікірге айналдырып аффирмацияны қолдан жасаңыз. Мысалы, анам маған семізсің дейді деген ойды осы тұрған бар болмысымен әдемімін деп өзгертуге болады. 3. Өзіңді жақсы көруге қандай себебіңіз бар, бәрін тізіп жазып шығыңыз. Адамдар неліктен сізбен бірге уақыт өткізгісі келеді, сол жайында бөлек тізім жасауға болады. 4. Осы махаббатқа толы тізімдерді күн сайын көзге көрініп тұратын бір жерге іліп қойыңыз. 5. Күнгі жүректегі ойлар. Дәл осындай болғанына ризамын. Ешкім ешқашан сынамайтын тыныш өмір сүрсең қандай керемет болар еді, ойлап көрдің бе? Өзіңізді толығымен еркін әрі жайлы сезіну ғажап емес пе? Таңертең тұра сала бүгінгі күннің сөзсіз керемет болатынын білесіз, өйткені бәрі сізді жақсы көреді және ешкім тиіспейді, қорламайды. Білесіз бе, сіз шынымен де дәл осындай өмір сүре аласыз. Сіз осыны жасап өз өзіңізді ешкім ойына келмейтін теңдессіз тәжірибеге айналдыра аласыз. Таңертең ұйқыдан ояна сала тағы бір күнді өзіңізбен бірге өткізгеніңізді ойлап қуанышын сезіне аласыз. 5. Күннің медитациясы. Өзіңді бағалауды үйрететін аффирмациялар. 5. Күннің аудиосы. Менің таңдауым әрқашан өзімді жақсы сезіну. Мен өз махаббатыма лайықпын. Мен аяғымда нық тұрмын. Өз күшімді қабыл аламын және қолданамын. Өз атымнан сөйлеуге қорықпаймын. Мені тура осы күймен болмысымен жақсы көреді және қабылдайды. Өз-өзімді жоғары бағаламын, өйткені мен өзімді шексіз құрметтеймін. Менің өмірім күннен күнге таңғажайыпқа айналып келеді. Әр жаңа сағаттың не әкелетінін асыға күтемін. Мен тым аласа немесе тым толық емеспін және ешкімге ештеңе дәлелдеуге міндетті емеспін. Өмір мені барлық жағынан қолдайды. Менің санам сауатты, таза, позитивті ойларға толы, бұл менің тәжірибемнен де көрінеді. Мен жасай алатын ең үлкен сыйлық сөзсіз махаббат. Мен өзімнің кім екенімді жақсы көремін. Мен енді өзімді жақсы көру үшін мінсіз болатын кезімді күтпеймін.